Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен деген кеште тұрдым. Мен тұрсам бала-шағам уже дастархан жайып өздерімен өздері шай ішіп отыр ғой. Маған оңай болсын деп дастарханды реттеп қойыпты. Осылай таңғы чайымызды ішіп алдық. Мендегі бүгінгі план тосап жабу керек. Әрине шиеден оны қайнатып қойып өзім кілем жууға кірістім. Қасымда қайын сіңлім бар. Біздегі маевка осы болып жатыр. Бір тренд шығып еді ғой, біздегі маевка осы деп бір Түркияның өлеңін қойыпшы. Тура біз солай болдық қой. Біздегі маевка шынымен де осы кілем жуу болып жатыр бүгіндікке. Кілемді жуып, сонымен далалардың барлығын реттеп шықтым. Осындай ілініп тұратын заттарды жек көремін бар ғой, амалсыздан ілесің ғой кепсін деп. Оның барлығын осылай жинап алдым. Бұл киімдердің барлығын енді үтіктеу керек. Үтіктейтін бөлек жинап, қалғандарын бөлек-бөлек реттеп қойдым. Бүгінгі план біздегі барлығы осы болған. Негізі жұмыстан жұмыс шыға береді ғой, мүлдем жұмыс бітпейді. Біздің үйде мүлдем бітпейді. Ауылдық жердің келіндеріне айтамын да, мә бізден біттер тірлік істейді ғой, соның өзіне біздің жанымыз шығып кетейін дейді ғой. Ананы істедім, мынаны істедім депті. Олардың қасында біздікі қайда қалып кететін сияқты. Бірақ қазір ауылдың өзі қала болып кеткен ғой. Тура біз сияқты барлық нәрсесі үйдің ішінде, үйінен шықпай жұмысын істеп жүре береді. Дәл біздікі сияқты. Бірақ ауыл болсын, қала болсын, күнделікті жұмыс осы ғой біздікі.